Адам өміріндегі программалардың барлығы ана құрсағына біткеннен бастап жазылады. Бұл деңгейді біз перинаталдық деңгей деп атаймыз. Перинаталдық деңгей 4 матрицадан тұрады. Бірінші матрица бұл аңғалдық матрица деп аталады. Бұл баланың ананың құрсағына біткеннен бастап толғатқанға дейінгі уақыт аралығы. Егер де бала қалаулы болса, анасының жүктілігі жақсы дамып жатса, бала жақсы дамып жатса, онда бұндай балалар өздерін жәннаттамын деп сезеді. Ал егер де бала қалаусыз болса, онда бұл балада мен бұл дүниеге уақытында келмедім деген программа жазылып, ол баланың мына әлемге деген сенімсіздігі артады. Егер де бала кесарево арқылы дүниеге келетін болса, ондай балалар өмірде күресе алмайды. Олар әр уақытта өзіне көмекші адамды қажет етеді. Егер де бала анасы ауырып жатқан кезде дүниеге келетін болса, онда мұндай балалар егер мен босаңсысам, мен ауырып қаламын деген программа жазылады. Ал егер де анасында қатты токсикоз болатын болса, онда мұндай балаларда сендердің қуаныштарыңнан құсқым келеді. Немесе балалар аштықтан өлейін деп жатқанда қалай дамуға болады деген программа жүреді. Ал егер де анасы баланы кездейсоқ көтеріп қойған болса, онда бала шок болады. Мен әр уақытта дұрыс емес уақытта келемін деген программа жазылады. Мұндай бала өзін өзі кінәлайды. Ананың бойындағы эмоциялардың барлығы қан арқылы балаға өтеді. Егер баланы анасы қаламаса, мұндай балаларда болашақта әйел адамдармен қарым-қатынасында проблемалар туындайды. Ал егер де оны әкесі қаламаса, ондай балаларда болашақта ер азаматтармен қарым-қатынаста үлкен проблемалар туындайды.